Яғни біз қазір бұл кісіге берген сұрағымыз біздің дуалды ұрғанмен бірдей болып тұрды. Қарапайым халық сонда шығынды алып, ол өкіметке қызық емес па сонда? Айтарымыз осы, тек әкім бізге көмек берсе дейміз. Ең бірінші Рамазан айы ұрысып төбелесіп деген сияқты нәрсе болмай ақ қойса деген ниеттеміз. Қазір ештеңе айта алмаймын. Ананы қалдырамын, мынаны бүйтемін деп қазір сіздерді әдемі сөйлеп шығарып сала алмаймын. Ертең көрейік барсын. Өткен бағдарламада бір көлік демалыс аймағында туындаған жер дауы қоғамда үлкен резонанс тудырды. Аймаққа 30 миллионнан 300 миллион теңге аралығында инвестиция салған 40-қа жуық кәсіпкер жер телімдерінен айырылуы мүмкін екенін айтып, дабыл қаққанын ел білді. Кәсіпкерлердің сөзінше, олардың қолында жер бөлу туралы ресми қаулылар мен құрылыс жүргізуге берілген рұқсат құжаттары бар. Алайда сот шешімімен аталған жер телімдері заңсыз деп танылған. Енді салынған нысандардың тағдыры қыл үстінде тұр. Бүгін жаңа қалаға келдіңіздер. Түркістандасыздар. Иә. Қазір қайда бара жатсыздар? Қазір Түркістан облысы әкімдігіне бараттық. Әкім бізді тыңдаса деген ниеттеміз. Бізбен жолығып сөйлесе, біздің мұң-мұқтажымызды естіп, әрекетін жасаса деген ниеттеміз жалпылама. Сол мақсатта. Бұл жерде бір митинг істеп, бір айқай-шу шығарып, бұлардың жұмысына кедергі істеп, ондай мақсат емес. Біздің жалпы мақсатымыз сол біздің өзінің мұң-мұқтажымызды естісе. Бар арман мақсатымыз сол болып отыр дәл қазірге. Неше адам келіп отырсыздар жиналып? Енді жалпы бір 30 шақты бар шығар. 50 бар ғой жалпылама. Анауында мен 30 адамда өзім көріп тұрмын. Бірақ 50-ге жақын жиналу керек жалпыламада. Енді бәрінде сол бір проблема, жер дауы. Бұл жер дауы деген қазаққа өзі жер дауды бекер алмаған ғой сәл. Осы мәселенің бір түпкілікті шешімін қабылдап берсе, бұл кісілердің прямой тікелей жұмысы деп айтайын, сол мәселеде көмек берсе бізге. Енді мынау ашық әкімдік деп жатады ғой. Жалпы өзіңіз әкімнің қабылдауына әкімге сенім арта аласыз ба? Енді мен Көшербаев мырза деп айтайын жалпыламада. Бұл кісінің істеп жатқан іс-әрекетін осы келген уақыттан бастап Түркістан облысының қандай өзгеріске ұшырап жатқанын білемін. Сол мақсатқа сеніп, ниеттеніп келіп жатқан жайымыз бар. Қандай іскеріс деген білеміз. Біраз шешілмеген. Әкімнің жеке қабылдауында боласыздар ғой. Енді мүмкіндігінше біз енді алдын ала ол мәселеге жазылмадық. Бірақ сол сұрап көрсек, өтініп көрсек, ол әкім бола ма, немесе сол салаға қарайтын жаңағындай орынбасар бола ма, немесе қандай да бір басқа уәкілетті орган бола ма, енді өзінің бір уәкілін жіберсе, өзінің қолы тимесе. Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев мырзаның жалпы тапсырмасы жеке кәсіпкерлікті, кішігірім кәсіпкерлікті дамытыңдар деп жатыр ғой. Біз осы жерде қарапайым халықтың барлығы сол мақсатта жұмыс істеп, яғни жұмысшылар қабылдап, оған айлық беріп, бір сол әлеуметтік саланы көтеріп, өзінің бір әлеуметтік деңгейін көтеру мақсатында істеліп жатқан іс-шаралар. Бірақ бұның бәрі қазір қиын болайын деп тұр. Өйткені әрқайсысы өте көп ақша жұмсап қойған. Ана жерде өздерінің қолдарына бүкіл коммунальный нелердің бәрін апарған, өздері әбден шығынданған. Енді қарапайым халықтың прям билікке өкпе назы бар. Бұл сауалдар кәсіпкерлерді ғана емес, өңір тұрғындарын да алаңдатып отыр. Ашынған жұрт мәселені түсіндіруді талап етіп, Түркістан облысының әкімдігі ғимаратына жиналды. Мен келгендегі мақсатым негізі Төле би ауданында осы дау шығып жатқанын мен білем. Біздің өкіліміз Құрал Сейітханұлыдан мен хабардармын осы дау шығып жатқанын. Бұл дауға негізі мұрындық болғанда біз өзіміз ба деп ойлаймыз. Өйткені осыдан 2 жыл бұрын біз осы туралы мақала жазғанбыз. Біздің мақаламыз шыққаннан кейін сол кездегі Төле би ауданының прокуроры тексеру жүргізіп, қазіргі таңда сол Төле би ауданында 26 жер учаскесі мемлекетке қайтарылған. Енді мен келген себебім осы біз қайтарылуына мұрындық болған сол жерлерде бұл кісілердің де жерлері бар ма, жоқ па деген мәселемен келіп тұрмыз. Қазір енді егер облыс әкімінің орынбасары келіп осы арада өзінің пікірін айтатын болса, бәлкім содан білерміз. Алғашында әкімдік мамандары халық алдына шығып, өз деңгейінде түсіндірме берді. Ең бірінші Рамазан айы ұрысып төбелесіп деген сияқты нәрсе болмай ақ қойса деген ниеттеміз. Алла істеген істеріңіздің берекесін берсін. Телефонды өшіріңізші бәріміз. Барлығымыздың мақсатымыз бір шығар, мынау қарапайым халықтың
мұң мұқтажы, көз жасы тыңдалса реттелсе екен деп. Жалпылама осы аталған мәселеге келетін болсақ, осыдан бір 2-3 жыл бұрын земельный жер инспекциясы тарапынан тексерулер жүргізіп, оның қорытындысымен заң бұзушылар анықталып, бүгінгі таңда осы Түркістан облысы бойынша бір қатар, мен толық ақпарат қанша екенін білмеймін, бірақ бір мыңға көлемі, 1000 ба 500 ба, земельный инспекция өкілдері отыр, өздері айтады, прямой цифр керек болмаса, бұл кісілер сотқа берді. Заң бұзушылықтар бар, бірақ заң бұзушылықтардың ешқайсысында қарапайым халықтың іс-әрекеті жоқ. Бұл жерде атқарушы органның, яғни жергілікті атқарушы органның қателігі кеткен, ол қателікке қарапайым халық не үшін жауап беру керек деген мәселе. Енді біздің бар үмітіміз аталған мәселе бойынша жергілікті уәкілетті орган болғаннан кейін сіздер ол нәрсені бақылауға ұстап реттеу басты міндеттеріңіз деп санаймын. Бізді өздеріңіздің жанындай бар мүмкіншіліктеріңізді пайдаланып, бізге көмек береді деген үміттеміз. Сол мақсатта келіп отырық. Өйткені уже бір 2 жыл, 3 жылдың көлемінде мына нәрсе ешбір шешім табатын емес. Енді қалай болған земельный инспекцияның мамандары өздері айтса. Бұл жерде қазір таңда сот шешімі шыққан. Түркістан облысы жер үстері басқару департаменті басшысы міндетін атқарушымын қазір таңда. Бұл қазір сіздер айтып отқан жер учаскелері бойынша сот шешімі қабылданған. Қазір таңда апелляцияға берілді біраз сіздер тараптан. Қалған нелер бойынша қазір таңда сот қарауында прокуратураның ұсыныс негізінде біз бергенбіз. Ал және үстінде құрылыс нелер бойынша енді ол тиісті құзырлы органдар бар, бізде ГАСК бар, басқа бар, солар өзінің құзыретіне сәйкес арға жұмыс жасайды. Сонда мемлекеттік мекемеге сенбеу керекпіз ба біз? Мысалы, мемлекеттік мекемеден сатып алады жерді, сөйтіп құрылысты салады. Содан кейін бір 2 жылдан кейін келеді да, кешіріңдер, мына шешім дұрыс емес екен, әкім былай істеген екен, дұрыс шығармаған екен дейді да, соны бұзып тастай сала ма сонда? Қарапайым халық сонда шығынды алып, ол өкіметке қызық емес па сонда? Конституциялық құқықтар қайда сонда? Нарушение болғанда он халықтың тарапынан нарушение жоқ қой ол жерде. Халықтың тарапынан бар ма? Халық емес, сол кездегі неде болған ғой нарушение. Біз анықталдық. Соның бойынша біз бердік. Сот қазір ғана соттың шешімі бар. Сот өз бағасын берді. Енді жалпылама естіп отырсыздар ғой. Бұл кісілер атқарушы орган, бұл кісілер өздерінің тарапынан тапсырма берілген екен, сотқа берді. Тапсырманы орындай алмайды, түсінеміз ол жағында. Өйткені жаңа мемлекеттік қызмет туралы заң бар, ар-намыс, сыбайлас жемқорлыққа қатысты. Бірақ бақылаушы билік органы ретінде біз бүгінгі таңда сіздерден көмек сұрап келіп тұрмыз. Осы нәрсеге араша болып, енді білмеймін, тиісті жаңағыдай уәкілетті органдармен өздеріңіз құзырыңызға жиналыс жасайсыздар ма, басқаша бір шара қабылдайсыздар ма, сол бойынша бізге көмек берсеңіздер. Әрине мүмкіндік бар, жоқ емес заңгер ретінде. Сол мүмкіндікті біз пайдалансақ, сіздер қолға алыс болсаңыздар, сонымен арғай жұмыс жасап, осы елімізді туризм саласын дамытып, кішкентай бір әрбір қазағым жалғыздым дейді, отбасына бір 100 000 айлық апарса да нұр үстіне нұр шығар. Ол өздеріңізге де үлкен плюс. Өкіметке салық түседі. Осы нәрсені қолбасшылыққа алып көмек берсеңіздер. Сіздер енді білесіздер ғой, бізде Қазақстан Республикасында сот таныстырып отырсыздар камераны алып. Байтұрсынов тарту орынтайы ғой, Түркістан облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысының міндетін атқарушы. Қазір таңда бұл жер мәселесі екен ғой. Үстіндегі құрылыс мәселесі, біз егер жер мәселесі толық шешілсе, одан кейін құрылыс мәселесіне біз қарайтын боламыз. Яғни сіз құрылыс мәселесіне қарай, яғни жер мәселесіне сіз жауап бере алмайсыз. Жоқ, біз жер мәселесіне жауап бермейміз. Сол пікірлеріңізді айтсаңыздар да, біз өткен одан кейін мына сотты айтып жатыр ғой, сот билігі Қазақстан Республикасының сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады дейді да. Одан кейін соттың несімен қаралатын өтініштер басқа адам, жаңа мемлекеттік органдар оны бақылауға ала алмайды. Ғимарат меншік иесі бар, соққан, қолында ақ пленка бар,
жер кодексінің талаптарына сәйкес оны заңдастыруға болады. Бірақ біз ол мәселені заңдастыру барысында әртүрлі кедергілерге тап болып отырмыз. Ол сәулет құрылыс басқармасынан, ол ГАСКтан, ол жер комитетінен. Білмейміз, неге екенін білмейміз. Міне барамыз, есік қағамыз, еш жаңағыдай результат жоқ. Болмайтын бір нәрсе жолға айтады, бір жерде генплан жоқ дейді, бір жерде тағы нәрсе сылтау көп, в общем. Ешкім анау енді аудандық сәулет бөлімінің мамандары, басшылары Төле би ауданы әкімінен қорқады, Төле би ауданы әкімі Түркістан облысының әкімінен қорқады. Біз Түркістан облысының әкіміне келіп отқан себебіміз сол. Әкім қандай адам екенін білеміз, қандай жұмыс істеп жатқанын білеміз. Бізді тыңдасаңыздар, басқа ештеңе керек емес бізге. Әркім өзінің органы жұмыс істеп жатыр, бірақ жиналып, біріктіріп, бұл шешімін тапса дұрыс болған деген ниетіміз сол жалпылама. Өте тамаша президентіміз айтып жатыр, кәсіпкерлерді қолдау керек, халықты қолдау керек деп. Мынау халықтың талабы өте орынды нәрсе. Бұл жерде ешқандай бір шығып бара жатқан нәрсе жоқ. Халықтың жері, халыққа беріп жатқан жағдай. Әкімдер, сіздер соны қолдап, осы кәсіпкерлерді қолдап, жаңағыдай құжаттарын заңдастыруға жәрдем берулерін сұрауға келді осы халық. Әкімге соған келеміздік деп отыр. Алайда жиналғандар облыс әкімі немесе оның орынбасарымен тікелей кездесуді талап етті. Міне қазір айтып отыр бұл кісі, маған жер дауына мен құрылыс бойынша маманмын, мен қатысым жоқ деп отыр. Яғни біз қазір бұл кісіге берген сұрағымыз біздің дуалды ұрғанмен бірдей болып тұрды. Сондықтан біз білейік бұл кісі міне жер қатынастарынан, дұрыс па? Оны таныстырсаңыздаршы бірінші енді, камераны алып таныстырыңыздар. Кіммен сөйлесіп отқанымызды білейік біз. Таныстырмасын әрі. Түркістан облысының жер қатынастары басқармасынан бөлім басшысымын. Есімім Бейсенбеков Дәуренбек Жалғасбекұлы. Не дейсіз енді осы? Енді мен бұл бойынша жаңағы әріптесім айтпақшы, соттың шешімдері шығарылған, апелляцияда қаралып отыр екен. Менде пікірім сол прокуратура тарапынан берілген ұсыну. Енді әріптестеріміз жұмыс жасап жатыр, ол біздің басқарманың қатысуынсыз болып жатқан нәрсе да. Жарайды, бұл кісі кім болады? Түркістан облысынан ГАСКтың қызметкері ғой. Мен жаңағы басқарма. Онда бүйтейік қазір. Бұл кісілер мынандай. Бұл кісілер мына келіп отқан халық қазір көшеге шығамыз деп жатыр. Сөздің шынын айтқанда бұлар қазір тығырыққа тірелген. Сондықтан біз мына билікпен екі ортада диалогқа келіп, міне қазір осы неге кіріп отырық. Бұған не облыс әкімінің деңгейінде, немесе оның орынбасарының деңгейінде біз жауап алғымыз келеді. Мына халықтың алдында көрсетейік біз. Келсін қазір, айтсын несін. Халықты ашындырмасын. Өтініш қазір жеткізіңдер. Мысалы, бұл іске қатысы жоқ адамға сұрақ қою, қазір біз өзімізді алдаумен бірдей. Осынша жерден ат терлетіп кеп тұрғаннан кейін билік өкілінің жауапты тұлғасы шықсын, өзінің жауабын берсін. Өтініш. Міне қазір біз міне өзім қазір тоқтатып отырмын. Есік алдына шыққаннан қазір дүркіретіп айқайлатқаннан еш нәрсе шықпайды. Осы арада диалогпен шешілу керек деп ойлаймын. Егер одан шешілмей жатса, онда халық қаласа хан түйесін сойдырған дейді. Сондықтан айтыңыздар оны басшыларға, біреу шықсын мына жерге. Бір көліктегі жер дауы бірнеше кәсіпкерді тығырыққа тіресе, солардың бірі көп балалы ана Жадыра Ештаева. Ол бұл мәселеде өзін тек кәсіпкер емес, тағдырдың ауыр соққысын көтеріп отырған ана ретінде сезінеді. Жадыраның айтуынша, отбасы демалыс аймағында жер теліміне миллиондаған теңге инвестиция құйған. Жадыраның жан жарасы мұнымен бітпейді. Оның айтуынша бірнеше жыл бұрын күйеуі дәл осы жер мәселесінің күйзелісін көтере алмай, қатты алаңдап, жүрегі ауырып қайтыс болған. Отбасының тірегі болған азаматтың мезгілсіз қазасы бұл жанұяға ауыр соққы болды. Бар арманымыз адал еңбегімізбен бала шағамызды асырау еді дейді көзіне жас алған көп балалы ана. Жерді алып қойып жатыр ғой, сот шешім шығарды, бір жақты өздеріне ғана. Біздің талап арыздарымыз қаралып жатқан жоқ ол жерде. Биыл 2025-тің басында қосылған тұғын іске. Енді жұмыс жасап бастаймыз деген кезде сотқа шақырылдық. Сонымен сот бір жақты шешім шығарып,
алып қойып жатыр жерімізді. Енді біз ол жерге бар жиған тергенімізді салдық, кредит алдық. Ол кредиттерді жабу керек біз болашақта. Ол кредитті төлеп енді бастадық. Ол кредит қанша жылға созылады. Енді айналып келгенде қарапайым халық қиналып жатырмыз. Бізге осы әкім тарапынан қолдау болса дейміз. Осы проблеманы халықтың жағына шешіп берсе деп сұраймыз. Біздің бар талап арызымыз осы. Біз еш нәрсені бізге тек халыққа жағдай жасаса деп келіп отырмыз. Әкімнен көмек сұрап келіп отырмыз. Барлығымызда артық ешқандай ойымыз жоқ. Жалпы халыққа жағдай жасалса деген тілекпен ғана келіп отырмыз. Осы айтатынымыз. Барлығымызда да енді көп балалы анамын. Осы стройка жүру барысында жолдасым осы проблема шыққан кезде Дүниеден озды ма? Дүниеден өтіп кетті. Енді айтарымыз осы, тек әкім бізге көмек берсе дейміз. Басқа айтарым жоқ. 5 балам бар. Кішкентай барлығы. 2 үлкенім студент. Еще қарызымыз бар. Осының барлығы ауыр жүк. Осы айтарым бар. Көпшілік өтінішінен кейін облыс әкімінің орынбасары Нұрбол Тұрашбек азаматтарды жеке қабылдады. Ол бұл мәселеге толыққанды көз жеткізбей тұрып, алдын ала уәде бермейтінін ашық айтты. Сонымен қатар алдағы күндері арнайы комиссия құрылып, жағдай жан-жақты зерттелетінін жеткізді. Апелляция сатысына қаралайын деп жатыр. Сол уақытта осы азаматтардың да жанайқайы туралы маған Құрал Сейітханұлы айтқаннан кейін, мен қазір мен келіп отырмын да, Нұреке. Енді мен қазір түсініп отырмын. Бұл кісілер кезінде жаңа жер алған, бұлар добросовестно покупатель, қазақша қалай? Қазақша жаңағы қалай? Әлі сатып алушы. Сатып алушы ма? Сатып алушы бұл, бұлар алды жерді. Бұлар алғаннан кейін жерге құрылысын жүргізеді, өздерінен қаржы шығарады. Түсіндім, түбірі не болып тұр ғой? Түбірі жоқ болып тұр ғой? Қазір айында берудің жеке меншікке берілген біраздан. Қараңыз, қазіргі таңда соттың шешімі тұрды. Бірақ мына қазір мамандар, сіздің алдыңызда деген мамандар, соттың шешіміне сілтеме жасаудандар, алайда ол соттың шешімі заңның күшіне енген жоқ. Яғни бұлардың жер тартылып алып деп біз түбегейлі айта алмаймыз. Заңды шешім заңды күшіне енгенге дейін. Сондықтан бізде мүмкіншілік бар. Нұреке, сізден өтініш, ақыры сіз осындай жанды комиссия құрып, сондай тергеу болатын болса, онда соттың келесі саты соттың шешімінде біз кішкене нете тұрайық. Ертең ол заң күшіне еніп кетсе, одан кейін әкімшілікті айтады. Соттың шешімі заң күшіне еніп кеткен дейді. Қашан келесі отырыс? Білмеймін қашан. Әркімде әрқалай ғой. Соттың шешімі әрқалту керек. Дұрыс па? Заң күшіне енді ма сол 26? Апелляцияда ғой сіздер тараптан қазір уақыт не алмай. Ертең сіздердің негізгі өкілдеріңізбен жаңа осы 50 адамның ішінен керек жоқ, топырлап барлықтарыңыз уақыттарыңыз өз біріңізге сенетіндеріңіз бар ғой, бір 2 адам, 3 адам. Земинспекция, газ, список полный, қайсысы қай уақытта не алады, оперативно оған дейінгі тез жұмыс атқарып, сот өзінің бағытында жұмысын заң аясында жасайды ғой, біз енді тоқтай тұр, күте тұр деп айта алмаймыз. Біз өзіміз жаңа тез арада жасауымызға болады. И сол жерде айтуға болады. Оның бәрі құжатта ғой. Ертеңге жиналайық. Қазір мен до конца айтып қоямын. Бағдәулет қой да? Бағдәулет тартып үлгересіңдер ғой, Дәурен. Үшеу, ертең негізгі қазір фамилияны алғы, сол соттың шешімі күшіне енгенге дейінгілерді кадастрдан 2 маман қосылсын, міндетті түрде. Комиссия бүгін маған кіргізіңдер. 2 маман қосылсын, ертең бірінші өзіміз отырып, жаңа белсенділер келсін, өкілдер келсін, жұмыс топтың жаңа несін бастап, по фамилиялар жаңа қарап шығайық, ертерек. Уақытын айтсаңыздар, одан кейін Нұрге. Айтады бүгін кешке қарасын. Қазір сізге осы уақыт деп айтпаймыз. Егер жаңағы облыс әкімінің орынбасарының ресми құжатымен сондай комиссия құрылып жатса, онда сотқа да берік айта аламыз ғой. Енді соттың уәкілі де болатын болса, барлығы егер де хаттамаға түсетін болса, кейін уақытты сұрауға болады да негізінше.
рабочем порядке отработать. Прокуратураны қосуға болады ма? Өйткені заңдылықты соттың қадағалау- өзінде қосайықшы мүмкін болса. Сол дұрыс деп ойлаймын мен. Тарту земль инспекция кім Бағдәулет рабочем порядке оперативно отработать, прокуратура нені қосу, ертеңге ұйымдастырыңдар. Содан кейін жаңа жердің соғылып құрылыс біткендері бар, жарты сатысында бар, енді басталғандар бар ғой. Соның бәрін қалдырса екен деп жатырды да, соғып қойғандарды ғана қарастырып, мына енді бастырғандар қарамай емес. Ештеңе айтылмайды қазір ол. Қазір ештеңе айтылмайды. Ананы қалдырамын, мынаны бүйтемін деп қазір сіздерді әдемі сөйлеп шығарып сала алмаймын. Ертең көрейік барсын. Сосын көреміз. Айта қойыңыз. Біздерде Ақмешіт жақтан келіп тұр. Көршілес та енді. Бір район ғой. Біздерде тоже 22-де сатып алғанбыз участокты. Полный заңды құрылысқа рұқсаттың бәрін гаскадан, архитектурадан. Жарайды, түсінікті, ары қарай айта берсеңізші. Енді бізге ана сырғу қаупі бар деп әкімшілік сотқа беріп жатыр. Бірақ жарым бойында болса, конечно, барша. Жарым емес, енді қырда ғой, негізі предписание ештеңе болмаған осыған дейін. Негізі заң бойынша предписание берілу керек, осындай укрепление жасалу керек деп. Бірден сотқа беріліп жатыр. Сотқа берілгенде де құжаттары заңсыз деп тұрып беріліп жатыр да. Жақсы. Құқықтарымыз бұзылып жатыр. Жақсы. Келістік қой. Аудан әкімдігі мен әкім орынбасарының бөлім басшысында. Қосындағы ситуация бізде әртүрлі болып тұр ғой. Құрылыс етіп, қолдан бері іске алмай жүргеніміз бар. Барлық заключение гаска бар берген, бірақ аудан әкімі. Сосын ол аудан әкіміне кеше біз кірген кезде ол кісі айтады, сот процесі жүріп жатқан кезде біз ешқандай қарай алмаймыз деді. Сол жөнінде не айтасыз? Жақсы. Комиссияда қарайды, мен қазір сіздің сұрақтарыңыздың ешқайсысына нақты жауап бере алмаймын. Өйткені қазір ол мен үшін тұрман болып. Комиссия құрылады, сол жерде қаралады, әр не бойынша, әр жер иеленуші бойынша. Ауданның да өзінің уәжі бар шығар. Олар да келеді, айтылады. Барлық саланың делері қатыстыра екен деп жатырмыз. Өйткені ситуациямыз әртүрлі болып тұр ғой. Келістік қой онда да. Бір сұрақ қойыңызшы. Мынау сіз комиссия құрамыз деп жатырсыз ғой. Соған біздің ішінде белсенділер қазір айтты сізге қазір. Белсендіден де қосылады. Осындағы негізгі деген 3-4 жер иеленуші сенімді деген араларыңыздан шықсын. Бәріңізді отырып ол жұмыс болмайды. Сол кезде сосын жұмыстың нәтижесін көресіздер. Жаңа айтылды ғой. Келістік қой соған да. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Тарту, Дәулен, Бағдәулет. Қосымша бүгін кешке дейін айтыңыздар, ертең қай уақытта екен. Прокуратура, аудандық әкімдіктің аудан әкімі орынбасары бөлім басшысы. Сіз үшеуіңізден бөлек сол адамдар белсенділерді жерленушілер деп қосып. Кешке хабар. Бір өтініш, үшеуі телефон тұрғындарға беріп қойсын, хабарын алып тұрсын да. Телефондарыңызды беріп қойыңыздар. Иә, таппай қалмасын сіздер. Актив іштегі бек үш адамға денсіз мазаны алуға қажет жоқ. Осылайша кәсіпкерлер мәселені облыс деңгейінде қаратуға мүмкіндік алды. Дегенмен мемлекет тарапынан берілген құжаттардың жарамсыз деп танылуы, олардың құқықтық қорғалуына қатысты үлкен сұрақ туындап отыр. Енді кәсіпкерлердің алдағы қадамы қандай болмақ? Олар сот шешіміне шағым түсіре ме, әлде билікпен келіссөз арқылы ортақ шешім таба ма? Бір бөліктегі бұл дау тек бір аймақтың мәселесі емес, мемлекеттік шешімдер мен инвесторлар арасындағы сенімге әсер ететін маңызды жағдайға айналып отыр.